Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін өте дәмді шабдалы пирогын дайындайтын боламын. Видеоның соңына дейін қарап менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен 4 шабдалыны алып, ыстық суымызды құятын боламыз. Қабығы тез ашылуы үшін. 5-10 минуттан кейін осылай қабығын ашып аламыз. Оңай алынатын болады. Барлығын ашып дайындап болғаннан кейін турап аламыз. Осылай ұзын шағып турап шетке алып қоямыз. Енді пирогтың қамырына кірісетін боламыз. Табамызға бөлме температурасындағы майды салатын боламыз. Одан кейін құмшекерімізді салып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Барлық заттар тізімін описание бөліміне жазып қоямын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Одан кейін осылай араластырып тұрып, бөлме температурасындағы жұмыртқаны бір-бірлеп салатын боламыз. Араластырып тұрып салып, барлығын біркелкі араластырып болғаннан кейін, осылайша біркелкі қылып араластырып болғаннан кейін, разрыхитель ванилин саласыздар. Барлығын араластырып болғаннан кейін табамызға пергамент қағазын төсеп құятын боламыз. Осылай барлығын құйып шыққаннан кейін үстіне шабдалымызды қойып шығамыз қатарынан. Менің арнама тіркелмесеңіздер, тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне пікіріңізді жазып кетіңіз. Менің арнамда бұдан да басқа ыстық тағамдар, салат түрлері, пирог, торттар бар. Кіріп көріңіздер. Осылай бір тегіс қып жайып болғаннан кейін шабдалында осылай қойып шығамыз. Шабдал мен пирогтың дәмі өте жақсы үйлеседі. 180 градусқа жарты сағатқа қойып аламыз. Оған дейін бетіне 3 қасық қаймақ, 1 қасық құмшекерімізді салып жақсылап араластырып аламыз. Дайын болып пісіп шыққан пирогымыздың бетіне сәл суығаннан кейін үстіне құйып шығамыз. Шабдалы қаймақпен өте күшті үйлеседі. Дәмі өте дәмді. Сіздер жасап көріңіздер. Осылай оңай жасалады. Үйдегі бар заттармен дайындалады. Баршаңызға ас болсын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Келесі видеоларда кездескенше сау саламатта болыңыздар.